Қазақстан Республикасының президент агробизнес 2020, Қазақстан 2050 мемлекеттік бағдарламаларының және жасыл экономикаға көшу концепциясы аясында үкіметке астық саласын ұйымдастыру және құрылымдау, мал шаруашылығын, жем-шөп өндірісі мен шалғайдағы жайылымдылық жерлерді игеру жөніндегі бағдарламалар жасап орындалуын қамтамасыз етуді тапсырған болатын. Осы орайда ауыл шаруашылығы саласын дамытуға бағытталған отандық және шетелдік тиімділігі жоғары технологиялар мен ғылыми әзірлемелерді өндіріске жеделдете енгізу, оларды пайдалану тәжірибесін өңірлерге тарату мақсатында Ауыл шаруашылығы министрлігінің қолдауымен Қазагроинновация акционерлік қоғамы 2009 жылдан бері Қазақстанда агроөнеркәсіп кешені саласында білімдерді тарату орталықтарын құру жөніндегі жобаны жүзеге асырып келеді. Қызылорда облысы осы аграрлық облыстардың бірі болып саналады. Сондықтан осы 2012 жылы осы біздің Ыбырай Жақаев атындағы Қазақ күріш шаруашылығы зерттеу институты жанынан Қызылорда білім тарату орталығы ашылған болатын. Осы өткен 3 жылда біздің орталық осы өңіріміздегі әртүрлі егін шаруашылығы, мал шаруашылығы, жаңағы жылыжай, тамшылату суару жүйелері бағытында жуық семинар өткізіп, одан 1200-дей сала мамандары біліктілігін жоғарылатты. Негізінен біздің негізгі семинарлардың негізгі легі осындай біздің өңіріміздің күрішпен айналысатынына байланысты негізде күріш шаруашылығымен бағытталған. Оның ішінде күріштің жаңа сорттарын тарату, жаңа технологияларды зерттеу ғалымдар соны осы шаруашылық өкілдеріне көрсетіп, тәжірибе жүзінде, іс жүзінде көрсетіп, оларды сол осы жаңа технологияларды осы өндіріске енгізуге бағытталған. Қызылорда білім тарату орталығы агроөнеркәсіп кешені мамандарына және фермерлерге оқытушылық және тәжірибелік білім беру іс-шаралары арқылы білімдерін, тәсілдер мен технологияларды жетілдіруге көмектесіп, сол арқылы өндіріс тиімділігін арттыруға және шаруашылық жүргізуші субъектілердің табыстарын молайтуға арналған үкіметіміздің тікелей қолдауымен іске асырылып жатқан жобаны Қызылорда облысында жүйелі түрде іске асыруға атсалысатын жаңа құрылым. Осы күріштің ішінде енді жаңа сорттардан бөлек суды үнемдеу технологияларда, суды есепке алу технологияларда бағытындағы семинарлар осы өте өзекті болып, олар өткен семинарлардың нәтижесінде осы биылғы өткен жылы осы күріш сепараттарындағы суды өлшеуге бағыттаған жаңа жоба жасалынып, соның жақсы үлгілері өндіріске ендірілді. Екінші бағыт осы ауыл шаруашылығын әртараптандыру бағытында. Осы бағытта біздің институт ғалымдар және де осы республиканың ғалымдарын шығарған осы суды жаңағы аз пайдаланатын жаңағыдай дақылдарды ендіру бағытында да семинар өтеді. Және де осы соңғы кезде осы өңірімізді жаңа көкөніс дақылдарымен осы жыл бойы қамтамасыздау бағытында өңірімізге жылыжай шаруашылығын дамыту. Оның ішінде сол суды үнемдеу бағытында тамшылату суару жүйесін енгізуге бағыттағанда семинарлар өткізілді. 2012 жылы орталықта 7 семинар ұйымдастырылып, оған 189 тыңдаушы. 2013 жылы ұйымдастырылған 11 семинарға ауыл шаруашылығы саласының 304 маманы қатысса, 2014 жылы ұйымдастырылған 9 семинарға 262 сала мамандары қатысып, өз біліктіліктерін жоғарылатты. Биылғы жылға жоспарланған 13 семинардың бүгінгі күнге дейін 5-і ұйымдастырылды. Аймағымыздың ауыл шаруашылығы саласы негізінен егін шаруашылығымен, оның ішінде күріш өндіру болғандықтан семинарлардың көпшілігі Қызылорда облысы жағдайында күріш өсіру технологиясы және күріш шаруашылығында инновациялық технологияларды қолдану, егін шаруашылығын әртараптандыру және өндіріске су ресурс үнемдеуіш тәсілдерді енгізу бағыттарында ұйымдастырылады. Және де осы аймақта соңғы жылдары қайтадан мал шаруашылығын қарқынды даму қолға алынды. Осы мемлекет тарапынан субсидиялар беріп, осы асыл тұқымды малдарды өндіру, көбейту бағытында. Осы бағыттағы біздің орталықта осы мал шаруашылығын асылдандыру, монитировкалар, қолданылықтандыру бағытында семинар тренингтер ұйымдастырып, оған өңіріміздің осы ауыл шаруашылығы саласының мамандары келіп, өз біліктіліктерін жоғарылатты. Бүгін осы өңірімізде тағы да бір жаңағыдай қолға алынған осы балық шаруашылығын дамыту болса, осы бүгінгі семинар осы Біріккен ұлттар ұйымының Қазақстанда даму бағдарламасы Қазақстан өкілеттігімен Аралдық құтқару қорының қолдауымен осында өңірімізде балық шаруашылығын дамытуға бағытталған семинар өтуде. Оған тренерлер есебінде осындай Қазақ балық шаруашылығы зерттеу институтының мамандары келіп атсалысуда. Бүгін болып жатқан біздің облысымызда алғашқы деп айтуға да болады.
балық шаруашылығын тұрақты дамыту бағдарламасына сәйкес Біріккен ұлттар ұйымының даму бағдарламасы және Арал халықаралық құтқару қорының ұйымдастыруымен және ғылыми зерттеу балық шаруашылығы Қазақ балық шаруашылығы институтының ұйымдастыруымен өтіп жатқан семинар тренингке қатысып отырмыз. Жалпы бүгін келіп жатқан қатысушылар өз білімін көтеру, балық шаруашылығын ары қарай дамыту үшін не істеу қажет, қандай келешегі бар, ол үшін не жасау керек деген сияқты талқылауды және пікір таласу арқылы қайткенде балық шаруашылығын ары қарай дамыту үшін бүгін пікірлесіп ғылыми зерттеу институтының мамандарының лекциясын баяндамасын тыңдап жатырмыз. Соңғы уақытта мал шаруашылығын қайта жаңғыртуға бағытталған мемлекеттік бағдарламалардың арқасында өңірімізде осы саламен айналысатын шаруашылықтардың саны күрт өсуде. Олар негізінен ет, сүт және асыл тұқымды мал басын көбейтуге бағытталған. Осыған орай орталықта Қызылорда облысында мал шаруашылығын ұйымдастырудың инновациялық жолдары, мал шаруашылығын асылдандыру және қолдан ұрықтандыру мәселесіне орай семинарлар ұйымдастырылады. Өңірімізді көкөніс бақша, жеміс-жидек дақылдарымен қамтамасыздау бағытында біршама жұмыстар атқарылуда. Бүгінгі күні бұл саламен негізінен жеке қожалықтар мен кәсіпкерлер айналысуда. Осыған орай семинарлар тақырыптарына өңірімізде жылыжай шаруашылығын дамыту, картоп және көкөніс бақша дақылдарын өсіруде су үнемдеу технологиясын қолдану бағыттары енгізілді. Центр распространения зданий Кызылорда очень оказывает большую помощь, поскольку здесь всегда оборудовано все, и здесь имеется специальная площадка, она служит как диалоговая площадка, потому что мы можем не только здесь получать знания, но также здесь участники могут обсудить какие-то проблемы, выявить их. Здесь очень такая демократичная площадка, которая позволяет высветить все проблемы и потом найти какие-то определенные решения. Или если не найти решение, то отправить свои запросы тем людям, которые принимают решения. И центр, конечно, хорошо оснащен. Мы также оказали большую помощь здесь, открыли свой центр при Центре распространения знаний. Это, как я сказала, тренинговый центр Арал-Сырдаринского бассейнового совета. Поэтому вот эти центры, они как бы координируются друг с другом, работают. И мы вот в этом году провели вместе с Центром распространения знаний свыше 30 где-то семинаров и обучили около 150 где-то или даже уже, наверное, 200 участников. И все эти участники из Кызылординской области охватывают все районы. Әр семинар сайын тыңдаушыларға теориялық білім берумен қатар, өңіріміздің озық шаруашылықтарының базаларында практикалық машықтандыру сабақтар ұйымдастырылады. Семинар бағыттарына сәйкес дәріс беруге өңіріміздегі білікті лекторлармен қатар, еліміздің салалық ғылыми зерттеу институттарының ғалымдары шақырылуда. Барлық оқу семинарларына қатысушыларға тегін 3 мезгіл ыстық ауқат қажеттілігіне байланысты жатар орын беріледі және жол шығындары мемлекеттік бюджет есебінен өтеледі. Елбасымыз қостап отқан осындай үлкен программалар бар. Соның бір программасын деп ойлаймын. Соған біздер опыт өзімізге алуға келіп отырмыз. Білім араластырып, біріміздің білгендерімізді айтуға. Енді ұйымдастыру жағынан келгенде өте жақсы ұйымдастырылған. Ең бірінші біздерді мына гостиница дейміз ғой, енді жататын орындарымыз. Бұл семинарлардың бізге берері көп. Мысалға алатын болсақ, осы биылғы жылы біз осы институтпен бірлесе жұмыс істеудің арқасында силсты закваскасын алдық. Казби стил деген несін сил деген закваскасын алып, сонымен 700 тонна силс дайындап алдық, 100 тонна сүрлем дайындадық. Соның бәрі осы ғылыми зерттеу институтының мамандарының бізге берген көмегі. Енді болашақта біздің ойымызша осы білім тарату орталығы одан әрі дамып, жаңа технологияларды өндіріске енуіне, мамандардың біліктілігінің жоғарылатылуына атсалысады деген ойдамын. Және де алдағы уақытта осы семинарға, біздің білім тарату орталықтарының семинарына осы бүкіл Қызылорда облысы ауыл шаруашылығы өкілдерінің қатысуға шақырамын. 2014 жылы Қызылорда білім тарату орталығында өндірістік тәжірибесі мол 2 консультант аймақтық агроөнеркәсіп кешені саласын мамандары үшін 31 топтық және 25 жеке кеңес беру жұмыстарын жүргізіп, одан жалпы 403 маман кеңес алды. Оның ішінде егін шаруашылығы саласынан 105 және мал шаруашылығы саласынан 298 маман. Қызылорда білім тарату орталығы Қызылорда қаласы Абай даңғылы 25Б мекен жайында.
Ыбырай Жақаев атындағы Қазақ күріш шаруашылығы ғылыми зерттеу институтының ғимаратының 4-ші қабатында орналасқан. Байланыс телефондары 87842 230224 23 05 63.